Қыздар, ассалаумалейкум. Бүгін біздің сабағымыз өзіңді тану, өзіңді зерттеу болып аталады. Өкінішке орай көбіміз өзімізбен емес, басқа біреумен айналысып кетеміз. Басқа біреудің өмірін қатты зерттеп кетеміз. Біз өзімізге қарағанда басқа біреудің өмірін жақсы білеміз. Кім кіммен жүреді, кім кіммен сүйісті, әйтеуір бір сондай жаңалықтарды біліп жатамыз. Қай жерде үй өртеніп жатыр, қай көшеде ремонт болып жатыр, соны білеміз да. Бірақ өзімізге келген кезде көп жерді жіберіп жатамыз. Денсаулығымызға қарамаймыз, хотя ол Аллахтан аманат етіп берді. Мынау денеміз қалай, жаттығу жасаймыз ба, қай жерде, қай мүшеміз қай жерден кетіп жатыр, соны білмейміз. Өкінішке орай өзіміздің проблемамызға тура қарай алмаймыз, мойындай алмаймыз. Ал егер біреу бізге айтса, сенің осындай мынадай екен десе, бірден тәкаппарланып, өзімізге адвокат болып шығып, жамандап, бәрімен ұрысуға дайын тұрамыз. Сондықтан ең бірінші адам деген өзін зерттеу керек, өзін тану керек. Негізі айтады, өзін таныған адам, ол Раббысын таныған адам деп айтады. Оны қалай түсінсек болады? Егер де сіз өзіңізді кәдімгідей тереңдеп зерттей бастасаңыз, тани бастасаңыз, сіз Құдайға жақын түсесіз. Себебі сіз мына көзді, қасты зерттей бастасаңыз, шашты, жалпы өзіңіздің дүниеге қалай келгеніңізді зерттей бастайтын болсаңыз, таңғаласыз, қалайша бір кішкентай судан ғана пайда болып отырмыз да, біз негізі. Былай қарасақ, біз судан пайда болып отырмыз. Құранда да ол айтылады, бізді бір болмайтын судан Аллах тағала сөйтіп жаратып отыр. Негізі көп адамдар өздерін жақсы көрмейді, өздерін қабылдамайды. Қараңшы, мына әлем, мына жер, мына киіп отырған киім, айфон ұстап отырған, соны жаратпастан бұрын Аллах тағала ең бірінші сізді жаратты. Яғни Аллах тағаланың махаббаты деген сізге ешқашанда өзгермейді. Сіз қаншақты күнәһар болыңыз, қаншақты көп күнә жасаңыз. Неге? Себебі Аллах тағала өзінің Құранында бізге инструкция етіп жіберген, Құранында бізге тәубені кәдімгідей уәде еткен болатын. Сондықтан ол үнемі біздің тәубені күтуде. Ал сіз өзіңізді жақсы көрмей, өзіңізді бағаламай, өзіңізді үнемі өйстіп жей беріп, депрессияға түсе берген кезде, өкінішке орай, сіз Аллахтан өте қатты алыстай бересіз. Бірақ соның өзінде Аллах тағаланың махаббаты деген, мейірімі деген сізге өзгерметкен. Қараңшы, қалайша сіз Аллах тағала сізді жақсы көре тұра, сізді сыйлай отыра, даже сізді осылай қадірлей тұра, сіз өзіңізді жақсы көрмейсіз. Аллах тағаланың махаббаты соншалықты, сіз оны біріншіден былай түсіну керексіз. Мына әлем болмаса, мысалға да, сізді жаратпайтын еді. Яғни мына әлемді сіз үшін, сізге қызмет етсін, сіз бақытты болсын деп сізге жеңілдетіп жаратып беріп отыр. Бұл бірінші. Екіншіден, оның махаббаты, мейірімділігі сізге соншалықты, сіз қаншақты не істесеңіз де сіздің тәубеңізді күтуге дайын, сізді жұмаққа дайындау үшін бүкіл қиындықтар береді, сынақтар береді әдейі. Себебі ол сізді жұмақта көргісі келеді. Сіз қаншақты түріңізді өзгертіңіз, өзгертпеңіз, өзіңізді жақсы көріңіз, жақсы көрмеңіз, бәрібір Аллах тағала махаббаты сізге ешқашанда өзгермейді. Сондықтан Алланың махаббаты сізге пока что күн сайын сізді таңертең оятып жатыр. Аллах тағала күн сайын жаныңызға күшті адамдар беріп жатыр. Әртүрлі жаңағы сізге мүмкіндіктер беріп жатыр, бірақ оны біз көрмейміз. Ол Аллах тағаланың сізге махаббаты бар деген сөз. Енді қараңыз, мына сұрақтарға жауап беруіңіз қажет. Ойланып, асығып емес. Себебі асығып, әйтеуір осы үй тапсырмасын жасайыншы деп жасамаңыздар. Осы сабақты бір көргеннен кейін, бірақ тыныш отырып, түнде ешкім сізге мешать етпейтіндей, мамаңыз мынаны істе, папаңыз осыны істе деп сізді отвлекать етпейтіндей, немесе бір паркқа кетіп қалып, бір табиғатты көріп отырып, әдемілікті көріп отырып жасаңыздаршы. Көзге әдемілікті беріп отырып, сол кезде миыңыз күшті істейді. Өзіңізге нақты не керек? Ең бірінші соны анықтап алыңызшы. Өзіңізге нақты не керек осы өмірде? Нені қалайсыз шынымен ақ? Нақты мысалы iPhone 13 Pro Max керек. Не үшін керек ол iPhone 13 Pro Max? Мен мобилограф болғым келеді, видео түсіргім келеді, сол арқылы ақша тапқым келеді. Адамдарға әдемі видео түсіріп, рилстарынан күшті просмотр жинап бергім келеді. Вот нақты осылай жауап беруіңіз керек. Қандай жар керек сізге мысалы да? Сіз тұрмыс құрғыңыз келеді ма? Қандай жар керек? Білесіз ба? Бойы қандай отбасыдан, қандай білімі бар, қанша тіл біледі деген сияқты нақты болу керек. Қандай бала керек? Қандай баланы тәрбиелеп шығарғыңыз келеді? Ол кім болады болашақта? Пилот, космонавт, президент, соған дейін білу керексіз. Соған байланысты оған обращение жасауыңыз керек,
Потом қандай ене керек. Көбісі әйтеуір жаңағы ене туралы жаман установка алып алады да, содан кейін енесін жамандап отырады. Яғни сіз тұрмыс құрмай тұрып қандай ене керектігін білуіңіз қажет. Егер тұрмыс құрған болсаңыз, енеңіз не очень болса, сізге ұнамайтын болса, онда Аллахтан дұға жасайсыз да, үнемі күн сайын программирование бересіз. Менің енем осындай болса екен, мынадай болса екен деп аффирмация сияқты айта бересіз. Одан кейін енеңіз кәдімгідей күшті болып өзгеріп шығады. Қандай жұмыс керек, қандай салада жұмыс істегіңіз келеді, не үшін осы салада жұмыс істегіңіз келеді, адамдарға қалай пайдалы болғыңыз келеді, осыны нақты білетін болсаңыз, Аллах тағала соған жету үшін әртүрлі сізге мүмкіндіктер береді, адамдар жібере бастайды, өзіңіз таңғаласыз прям кәдімгідей. Қандай машина маркасы керек, не үшін ол машина? Не үшін именно Lexus? Неге именно Lexus RX? Неге Lexus RX 350? Неге именно ақ цвет? Неге салонның іші бежевый цвет деген сияқты, соны нақты білуіңіз керек. Қандай, мысалы, қандай түсі керек, не керек сізге, қалай киіну керек, қандай киім керек, қандай сумка керек, соны білген сайын қыздар, Аллах тағала оны сізге сол нәрсеге жетудің жолын жеңілдетіп береді. Жалпы Аллах тағала жалпылама, көп, общий, примерно деген сөздерді ұнатпайды. Ондай понятияны ұнатпайды Аллах тағала. Аллах тағала четкость жақсы көреді. Мысалы, мен Аллах тағала айттым. Аллах тағала осы сентябрь айына мен 3 миллион теңге тапқым келеді дедім. Міне 1 сентябрьден осы бүгінге дейін примерно 7-8 сентябрьға есептесем, мен уже 700 теңге тауыппын. Аллаға шүкір. Видите, қаншақты четкий боласыз, соншалықты Аллах тағала бере береді сіздерге. Скоро миллионға жетеді, потому что менің ойныма мына өткізетін тағы да қыздар жазып жатыр. Мына жүрек нұры курсын өзін бөлек алып жатыр тағы да қыздар. Көрдіңіздер ма? Поэтому қаншақты четкий боласыздар, и не үшін осы ақшаны білу керексіздер, керек сізге. Не үшін керек бұл ақша? Мысалы, маған не үшін керек 3 миллион теңге? Мен қазір өзім тағы да бір қарызым бар, соны жауып жатырмын, және де Меккеге қажылыққа деп ақша жинап жатырмын. Көрдіңіздер ма? Нақты болу керек. Сол кезде Аллах тағала бәрін береді екен. Енді сіз үшін осы өмірде ең маңызды нәрсе не? Вот прям жауап беріңіздер. Ең маңызды нәрсе не? Және де ең басты нәрсе не? Осыған жауап беріңізші. Мысалы, мен үшін ең маңызды нәрсе ол әр нәрседе бақытты бола білу. Просто бақытты болу болды. Адамдарға пайдалы болу, және де мүлде ешкімге зияным тимеу. Ең басты ол деген осы дүниеде ешкімге зияным тимей, тек пайдалы болып, жақсы мұсылман болып өту. Ең бастысы Аллах тағалаға ұнамды құл болып өту. Енді қараңыздар, бізде өзімізді тануда, өзімізді зерттеуде ең маңызды нәрсе ол уақытқа бағыну. Көптеген адамдар уақытқа бағынбайды. То есть уақытын көп кетіріп жатады. Ертең қыздар, біз осы уақыт үшін де сұраламыз. Сондықтан өтініш, әр уақытыңызды пайдалы өткізіңіздер. Әр күнде бізге 24 сағат беріледі. Әр күн таң атқан кезде бізге айтады екен, осы күнді пайдалы өткізші. Ертең Аллахтың алдында ақыретте сен үшін куәгер болатындай бүгінгі күнді жақсы өткізші, пайдалы өткізші деп айтылады екен. Және де әрбір берілген мүмкіндік, әрбір қолданылмаған мүмкіндік үшін сұралады екенбіз. Мысалы, 3 қайық туралы анекдотты білесіздер ғой, анекдот болып кетті да, негізі ол. Мысалы, бір адам жаңағы батып жатқан ғой, сол кезде Аллах тағала бір кеме жібереді, мінбейді, екінші кеме жібереді, мінбейді, үшінші кеме жібереді, мінбейді. Сол кезде ол жаңағы ренжиді екен. О Аллах, неге сен маған көмектеспедің, сондай сендім саған деп. Аллах тағала айтады екен, мен саған 3 рет қайық жібердім, біреуінде қолданған жоқсың деп. Көрдіңіздер ма? Яғни біз ертең ақыретте Аллах тағаланың алдында осы мүмкіндіктер үшін қолданылмаған мүмкіндіктердің өзіне өте қатты сұралады екенбіз. Келесі тағдырға бағыну. Пока сіз тағдырға бағынбайынша өзіңіздің прошлойыңызды, осы қазіргі қарыз бар ма, проблема бар ма, жаман ене, жаман әке-шеше бар ма, соның бәрін қабылдамай, бетіңіздегі бүкіл прыщик, даже қыз болмасаңыз да, қаншама жігіттермен жатқаныңыз болса да, соның бәрін қабылдамайынша, ол тағдырға разы болмайсыз. Тағдырға разы болмасаңыз бітті. Аллах тағала күшті болашақ сіздерге бермейді, байлық бермейді. Сондықтан тағдырыңызды толық қабылдамай, өкінішке орай сіздің өміріңіз реттелмейді. Аллах тағала сізге түк те бермейді. Сондықтан прошлойны қабылдаңыздар, өзіңіздің қандай екенін, бүкіл қателіктер, күнәларыңызды қабылдаңыздар. Және де парақшаға жазасыздар, иә? Мен неге тағдырымды қабылдай алмай жүрмін? Не үшін? Әрбірін жазып, әрбір күнә үшін Аллах тағаладан тәубе жасап, Аллах тағала осы күнәмнің жойылуын сенен сұраймын деп дұға етесіздер да, оны садақамен жауап тастайсыздар, жарай ма? Ештеңені емденбейміз. Бізде түк жоқ.
Бала да Аллахтікі, күйеу де Аллахтікі, ата-ана да Аллахтікі, ақша да Аллахтікі, машина, айфон, сіздегі бар нәрсенің бәрі Аллахтікі. Тек Аллах тағала оны бізге мына қабірге біз көмгенше дейін уақытша біздің бақытымыз үшін, бақытты болу үшін ғана берілген нәрселер. Сондықтан ештеңені иемденбеңіздер. Егер де сіз ештеңені иемденбейтін болсаңыз, Аллах берді, Аллах алып жатыр дейтін сондай принциппен өмір сүретін болсаңыз, онда сізде өміріңізде ешқандай проблема болмайды, бәрі оңай шешілетін болады. Келесі әр нәрседен ләззат алу. Тамақ ішкен кезде де ләззат алу, ұйықтаған кезде де ләззат алу, киінген кезде де, духи сепкен кезде де, әр нәрседен, әдемілікті көрген кезде де, әр нәрседен ләззат алып жүріңізші. Вот сол кезде ғана сіздің өміріңіз реттеліп, бәрі жақсы бола бастайды. Әр нәрседен, даже қаншалықты өміріңізде проблема болып жатыр, қаншалықты қиналып жатсыз, қанша қарызыңыз бар, бірақ бар қазіргі сәтпен, қазіргі жақсылықтармен, қазіргі Аллах тағаланың беріп жатқан нығметтерінен ләззат алып үйреніңіздер. Сол кезде ғана өміріңіз реттеле бастайды. Келесі әр нәрсеге қуаны, үнемі жадырап жүріңіздер, үнемі жарқырап жүріңіздер. Аллах тағала сізге қарайды, мә мен мына құлымның басына қаншалықты проблема берсем де, қаншалықты сынақ берсем де, соншалықты жарқырап жүреді дейді да, сізге қаншама жаңағы проблемаңыздың шешімін просто так бере бастайды, сіз дұға жасамасаңыз да. Келесі бізде зацикливание. Зацикливание деген ол өте жаман нәрсе. Қараңыздаршы, мысалы сіз ойлауыңыз мүмкін, ой, менде онда ештеңке жоқ деген сияқты. Бірақ көп адамдар осыны мойындамағандықтан, өзінің бойында жаман қасиетті бар екен мойындамағандықтан, әлі де сол болотада батып жүр. Зацикливание дегеніміз, мысалы сіз бір жігіт тастап кетті сізді, әлі сол жігітті ойлап жүрсіз бар ғой. Жұмыстан шығып кеттіңіз, әлі өкініп, соны ұстап жүрсіз. Олай болмайды. Бір нәрсені болды, сабақ алдыңыз, болды, ары қарай жылжимыз. Сол нәрсені сол жерде қалдырамыз, ары қарай қозғаламыз. Аллах тағала егер де сіздің өміріңізден бір адамды, бір ситуацияны, жаңағы бір жағдайды алып тастайтын болса, бір нәрсені алып тастайтын болса, яғни ол тек сабақ үшін ғана берілді. Ол сіздің күнәңізді шаю үшін ғана, жойып шаю үшін ғана берілді, болды. Бірақ оған Аллах тағаладан да үлкен оған маңыздылық, сондай рөл беріп керек емес. Ең бірінші орында всегда Аллах тұру керек. Үнемі айтып жүріңіз, маған Аллах жеткілікті, болды. Аллах маған сен тек жеткіліксің деп үнемі айтып жүріңіз. Және де мына сұраққа жауап беріңізші, автоматты түрде ауыздан қандай сөздер шығады. Егер де өзіңізді кәдімгідей байқап қарайтын болсаңыз, сіз үнемі айтасыз, маған бұндай болу қайдам деп, немесе біреуді жамандайсыз, маған самолетпен ұшу қайдам, бай болу қайдам, менің қолыма бұндай оңай келмейді ақша, мен ол сияқты пысық емеспін, мен ол сияқты ақылды болып туылған жоқпын. Қараңызшы, сіз осы сөздер арқылы өзіңіздің тағдырыңызды жасап жатсыз. Яғни бүгіннен бастап автоматты түрде қандай сөздер аузыңыздан шығады. Ішкі диалог дейді ғой, яғни өзіңіз іште сыртқа шығармайтын қандай сөздер айтасыз. Осының бәрі сіздің міне болашағыңыз. Ертең Аллахқа реніш болмасын. Неге менің тағдырым осындай? Неге менің өмірім осындай? Неге қанша сұрасам да дұғам орындалмайды? Неге қанша еңбектеніп жатсам да қолымнан түк келмейді? Басқалар бір нәрсе істейді да бірден өмірі күшті болып кетеді. Неге менде не так? Это потому что, қыздар, сіздер прошлойда, кеше да, басқа күндері, ана жылы, өткен жылы осындай өзіңіздің аузыңызбен әртүрлі өзіңізге жаман сөз айттыңыз. Сіздің аузыңыздан шыққан әрбір сөз ертеңгі сіздің тағдырыңыз, ертеңгі сіздің болашағыңыз. Поэтому, пожалуйста, только жақсы айтыңыз. Только жақсы. Потому что адамның айналасында 384 періште жүреді екен. И соның біреу әмин деп қойсыншы, бітті. Бітті, қыздар, все, біз біттік дегеніміз, біттік. Өміріміз тура сондай болады. Енді тағы да тапсырма сіздерге. Ең бақытты болған сәттеріңізді жазыңызшы. Ең бақытты сезінген сәттер. Мысалы, мен мамам алғашқы рет маған косметика алып берген кезде қатты бақытты болдым. Мен Эйр Астанаға өттің деген кезде, повышение өттің деп хат келген кезде қатты бақытты болдым. Поэтому ең бақытты сәттерді жазып алып, күн сайын оқуға тырысыңыздар. Сіз осыны миға күн сайын оқып айта берген кезде, ми соны қайталағысы келеді екен да, сізге мүмкіндіктерді, сізге ешқашанда көрмеген мүмкіндіктер бүйтіп бадырайтып көрсете бастайды кәдімгідей. И сол мүмкіндіктерді қолдану арқылы сіз байлыққа, бақытқа жете алады екенсіз. Бала кезіңізде ең үлкен бол есіңізге түссінші. Когда сізді мүмкін мамаңыз ұрған кезде, үйден қуып жүрген кезде, сіз бір общагада тұрдыңыз да, и сіз қалаған нәрсеңіз алмаған кезде, сіздің жаңағы класстастарыңыз алдында мүмкін ұятқа қалған кез болатын болар. Прям есіңізге түсіріп жазыңыз ол болды. И ол болды қалай проработка жасай аласыз, оны только сіз білесіз.
Бала кезіңізде ең үлкен қуаныш қандай болды? Бұның бәрі қыздар не үшін керек? Егер де осының бәрін жақсы білетін болсаңыз, сіз өзіңіз танитын болсаңыз, нишаңызды табу сізге өте оп-оңай болады. Ең мықты өмірлік сабағыңыз сіздің алған. Мысалы, менің ең күшті өмірлік сабағым алған, ол мен менторство алған кезде 2 миллион теңге. Мен сол кезде түсіндім, что адамды танып, адамның жолын танып барып бірақ алу керек екен. Ондай қымбат сабақтарды соны түсіндім. Бірақ мен дым нәрсеге өкінбеймін. Сіздерге де айтарым, дым өкінбеңіздер. Өкінген сайын Аллах тағала сізді ақшадан бүйтіп кесіп тастай береді. Сондықтан ешқандай жұмсаған ақшаға өкінбейміз. Болашаққа маңызы жоқ қандай істермен қазір айналысып жүрсіз, который сіздің не ақыретке, не мына дүниеге пайдасы жоқ. Мысалы, көп ұйықтайсыз, көп өсектейсіз, оның мына сіздің болашағыңызға пайдасы бар ма? Болашақта кім болғыңыз келеді? Соған жауап беріңізші. Қазіргі істеп жатқан әрекетіңіз сол әрекетке алып келе ма сізді? Жоқ болса, онда өзгеріңіз. Кешірім жалпыда сіз біреуді кешірсеңіз, өзіңізді кешірсеңіз, ол өткеніңіз өзгертпейді, болып қойған жағдайды өзгертпейді. Бірақ мына осы сәтпен өмір сүріп, осы сәтті бағалап, болашаққа деген жарқын, жақсы болашаққа деген жолды бірден ашып береді сізге. Үнемі күн сайын Аллах тағала мен саған разымын деп айтып жүріңіз. Егер де сіз осыны айтатын болсаңыз, Аллах тағала мен саған разымын дейтін болсаңыз, онда Аллах тағала құлым мен де саған разымын дейді екен да. Күн сайын сізге нығметтен ризығын аямай бере береді екен. Сіз ешқашанда көрмеген нығметтер көре бастайсыз, чудолар келе бастайды өміріңізге, таңғала бастайсыз. Как так, мен әлі дұға еткен жоқпын, просто ойладым ғой, уже Аллах тағала алдыма келіп беріп жатыр десе, егер де сіз бүгін Аллах тағала мен саған разымын деп айтпасаңыз, ертең осы күніңіз үшін жаңағы разы болатындай, шүкіршілік ететіндей сынақ беріп қояды бүгінге, қиыншылық беріп қояды. Сондықтан кәдімгідей күн сайын Аллах тағала мен саған разымын деп айтып жүрмін, чтобы бүгін сіздің басыңызға сынақ түспес үшін Аллахтан, жарай ма? Көп жағдайда біз кінәлі адамды іздеп кетеміз. Сол мәселені, сол проблеманы шешуді, соның шешімін іздемейміз. Әйтеуір біреуді кінәлі ету бізге оңай болады. Мысалы, мен өзімнің менторствомнан келтірейін. Когда мен мына 2 миллионға менторство алған кезде, мен сол жігітке сұрақ қойдым. Неге мен осы 2 миллион теңгені ақтай алмадым? Неге ол шығарған жоқпын деген кезде, ол кісі мені кінәлады. Өзіңіз кінәлісіз, мен айтқан нәрсені жасамадыңыз деді. Сосын мен, окей деп қоя салдым негізі. Хотя мен TikTok аш деді, оны жүргіздім, барлығын істедім, шынымды айтсам. Бірақ өкінішке орай енді хайыры шықты, енді Аллах тағала ғана біледі неге результат шығармағанымды. Бірақ қыздар, сіздерге айтарым, кінәлін іздемеңіздер. Наоборот, осы маған үлкен сабақ болды. Сіздерге де сабақ болатындай, үнемі өкініш емес, наоборот, сабақ алып жүріңіздер. Әр нәрсені оңай жіберіп жүріңіздер. Сол кезде ғана Аллах тағала бәрін береді екен. Мен мысалға өкініп жүрдім. Қаншама ай, қаншама күн осы менторствоны бекер алдым. Лучше бы осы ақшаға қажылыққа барып келуім керек еді, лучше осы ақшаға Louis Vuitton оригинал сумка алуым керек еді деп өкініп жүрдім. Осы қаншама ай өкінішім шынымды айтсам, менің ақша потогымды жауып тастады. Қашан мен жібердім, осы 2 миллион теңгені түк шықпаған жібердім, қабылдадым, хайр, ничего страшного, зато Аллах тағала маған күшті сабақ берді деп едім, мен сразу миллионға шығып кеттім. Чегім бір айда миллионға шығып кетті. Көрдіңіздер ме? Аллах тағала сізге бәрін беруге дайында, просто өзіміз сол бір болмайтын состояние ұстап жүре береміз. Енді біз, когда кінәлі адамды іздеген кезде, осыған кінәлі деген кезде, біз жертва состояниесіне түсіп кетеді екенбіз. И ол состояниеден шығу бізге кішкене қиын болады. Біреуді кінәлі бірден жертва состояниесіне түсу болып табылады. И осы состояниеға түсіп кетпес үшін бізге үнемі проблеманы шешуді, осы мәселені шешуді үйрену керек. Бірақ басқа біреуді кінәлап емес. Және сіздерге тағы да тапсырма, өте көп бұл жақта сұраққа жауап болады өзіңді тануда. Күн сайын өзіңізге мотивация беріңіз. Қандай мотивация бере аласыз? Бай болу үшін, бақытты болу үшін, ана Lexus сатып алу үшін, ана iPhone-ды сатып алу үшін, қарызды жабу үшін қандай мотивация бере аласыз өзіңізге? Осы өте маңызды. Басқа біреуден алмаңыз мотивацияны, өзіңіз беру керексіз өзіңізге. Күн сайын өзіңізге жақсы сөздер айтыңыз. Айнаның алдына қарайсыз да, Айгерім, ты молодец, күшті келе жатсың, молодец, только не сдавайся. Сен қаншама нәрсеге шыдап келе жатсың, Аллах тағала саған көмектесіп жатыр, Аллах тағала с тобой деп тұрып, жақсы өзіңізге кәдімгі жақсы сөздер айтып жүріңіз. Күн сайын өзіңізге рахмет айтыңыз. Айгерім, бүгін тамақ жасадың, молодец, үй жинадың, молодец, курсты көрдің, молодец, сериалды көріп тастадың, молодец, ағылшын тілін 1 сағат көрдің, молодец, каждый раз молодец деп айтып отырыңыз. Ай сайын өзіңізге сыйлық әперіңіз. Бұл сыйлық не обязательно қымбат бір нәрсе болу керек. Мүмкін там кітап болу мүмкін, блокнот, ручка өзіңіз армандап жүрген, кішкентай нәрседен бастаңыз.
қандай мақсаттар қоясыз, сіздің сүйікті ісіңіз осымен байланысты болады. Сондықтан мақсат қойған кезде ойланыңыз, қандай мақсаттар қоясыз, неге ол мақсаттарды қойып жатсыз, и осы сіздің сүйікті ісіңізбен байланысты. Мысалы, там офис ашу болса, значит, сіз деген сол бір бизнес-вумен болғыңыз келеді, который бір стабильностьті қалайтын, мысалға да. Егер сіз кофейня ашқыңыз келсе, яғни сіздің мақсатыңыз ол адамдарға күшті тамақ беру, өзіңізге де күшті тамақ беру болуы мүмкін. Вкусный тамақ жеу, үнемі жаңағы там вкусняшкалардың арасында жүру деген сияқты болуы мүмкін. Бос уақытыңызда немен айналысасыз? Прям жазыңыз, ұйықтайсыз ба, зікір айтасыз ба? И осы бос уақытыңызды өткізіп жатқан нәрсе мына дүниеге полезны ма, болашағыңызға полезны ма, ақыретке полезны ма? Не нәрсеге көп көңіл аударасыз? Мысалы, сіз адамдардың изяндарын, жаман жақтарын бірден көріп қоясыз ба? Әжімдерін бірден көріп қоясыз ба? Өсек айтып тұрған бірінші көріп қоясыз ба? Соған қараңызшы. Значит, сол нәрсе, жаман нәрсе сізде бар. Соны реттеу керек бізге тез-тез, иә. Егер тек жақсы нәрсеге көңіл аударатын болсаңыз, онда Аллах сен қандай шеберсің деп Аллахқа мадақ айтуды ұмытпаңыздар. Не жайында білім аласыз? Негізі көп жерде қай салада білім алып жүрсіз? Неге ол білімді алып жүрсіз? И қалай ол білім сізге көмектесіп жатыр? Сізді не үшін мақтайды жан-жақтағылар, коллегаларыңыз, мамаңыз, папаңыз, клиенттер деген сияқты, жалпы. Біреулер айтады, не жоқ, мені ештеңкеге мақтамайды, ол өтірік әңгіме. Сізді по-любому бір нәрсе үшін мақтайды негізі. Ақша болмаса немен айналысар едіңіз? Вот просто өзіңізге сұрақ қойыңызшы, ақша болмаса мен немен айналысар едім? Мысалы, мен мешітті жинайтын едім дейді, бау-бақша отырғызатын едім дейді. Просто ойланыңызшы, ақша болмаса немен айналысар едім? Бірақ ол нәрсе, который сіз қазір ақша болмаса айналысатын едім да, ол сізге ақша келу керек та. Вот бұл сондай парадокс. Жақсылап тұрып ойланыңыз. Мысалы, мен, егер маған ақша қатты керек болмаса, мен бәрібір менторством жүргізетін едім, инстаграмдағы курстарымды, және де мына өткізетін ойынымды жүргізетін едім. Сондықтан мен на правильном пути, поэтому ол маған өте күшті ақшалар әкеліп жатыр, иә. Потом жақсы көріп айналысатын 20 іс жазыңыздаршы, 20 іс. Вот немен айналысатын едіңіз сіз? 20 ниша, 20 іс па жазасыз. Соның ішінен ең маңызды деген 10-ын таңдап алыңыз. Осы 10-ның ішінен маңызды 5-ін таңдаңыз. Осы маңызды 5-ін ішінен 3-ін таңдаңыз. Осы маңызды 3-ін 1-ін таңдаңыз. Вот это есть ваша ниша на самом деле. Түсінікті ғой, нишаны қалай таңдаймыз? И ешқашанда қалай деп өзімізге сұрақ қоймаймыз. Себебі қалай деп сұрасақ, онда біз ылғи өзімізге проблема тауып аламыз. Мысалы, 3 миллион керек. Қалай табамын мен ол 3 миллион? Бітті проблема. Ойлаймыз, ол үшін мынау істеу керек, қиындатып жібердік, иә? Неге деп сұрасаңыз, біз қатты қиналып қаламыз да прошлыйға кіреміз. Неге былай жасадым, неге былай сөйледім, неге үстім, неге бүйттім? Біз прошлыйға қатты кіріп кетеміз да, и өкініп кетеміз. Егер не үшін деп сұрасақ, осы істің басшысы боламыз. Яғни маған 3 миллион не үшін керек? Не үшін керек 3 миллион? Чтобы қажылыққа бару үшін, чтобы Луи Виттон сумкасын сатып алу үшін деген сияқты. Көрдіңіз ба? Сол кезде Аллах тағала сізге не үшін деп сұраққа жауап бере алған кезде жолыңызды ашып береді екен. Осы әлемді қалай көргіңіз келеді, ол солай болады. Мысалы, тек әдемілікті, тек жақсылықты көрсеңіз, Аллах тағала жолыңызда сол әдемілік пен жақсылықты бере береді. Тек анда несправедливость, бәрі оңбаған, андай-мындай деп көрсеңіз, тек сондай адамдар ғана, сондай ситуациялар өміріңізге Аллах тағала бере береді алдыңызға. Себебі Аллах тағала не сұрайсыз, соны береді. Барлығы сіздің ниетіңізге байланысты. Болашаққа ашық болсаңыз, бәрін ұғыну, түсіну, қабылдау оңай болады. Мысалы, сіз қараңыз, болашаққа ашықсыз, өзгергіңіз келеді, полностью Аллахқа полагаться деп тапсырып өмір сүре аласыз. Яғни сізге әр нәрсені санаңыз тез қабылдайды. Санаңыз тез қабылдап бәрін ұғынса, яғни сіз болашаққа ашықсыз, күшті келесіз деген сөз. Егер бір нәрсені түсіну қиын, миыңызға жетпей жатыр, сіз әлі де болашаққа жабықсыз деген сөз. Неге болашаққа жабықпыз? Себебі прошлыйын жібере алмай жатырмыз. Өзімізді қабылдай алмай жатырмыз. Тағдырымызды никак қабылдай алмай жатырмыз да, сол үшін. Сол үшін ең маңызды нәрсе тағдырды қабылдау. Бүкіл жамандықтармен, бүкіл күнәларымызбен, бүкіл қателіктерімізбен. И арпалыса бермеңізші Аллахпен, тағдырмен, осылай, былай деп, төбелесіп керек емес Аллахпен, тағдырды қабылдайсыз. Қандай Аллах тағдыр берсе, соны қабылдауыңыз керек. Негізі Аллах тағала әр пендеге керемет тағдыр жазып қойған. Біз ғой анамен салыстырамыз өзімізді. Ана инстаграмда көріп аламыз, біреу машина алып жатыр, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр. И өзіміз салыстырамыз, Аллахқа айтамыз. Неге мен емес? Неге мен емес, салыстыратын тек шайтан. Сондықтан арпалыса бермеңіз.
бермеңіздер. Құдаймен жарыспаңыздар, иә. Көп адамдар Құдаймен жарысып кетеді кәдімгідей, иә. Неге маған бермейсің, анаған бересің? Я сейчас сделаю лучше, чем ты. Сен ақыр маған көмектеспедің ба? Мен саған бүйтем, сөйтем деген сияқты жарысып кетеді. Олай болмайды. Көп жерде бізде өкінішке орай адамдар жертва плюс палач болып кетеді. Ол не деген сөз? Қараңыз, адамдар көп жерде өзін жертва ұстайды, иә, кінәлілерді іздеп, жаңағы мен мынадаймын, осындаймын деп өздерін қатты төмен түсіреді, самооценкасын төмен түсіреді, кінәлілердің бәрін іздейді, бірақ соның өзінде өзін палач етеді, иә. Палач деген басты кесіп тастайды. Яғни одан кейін өзіне ұрсады, вот сен тупойсың, мындайсың, осындайсың, осыған да миың жетпеді, ақымақсың деп өзін көп ұрсады. То есть в одно время сіз өзіңізді аяйсыз, в одно время сойып тастайсыз. Олай болмайды. Жертва плюс палач болуға болмайды. Ол үшін әрбір нәрсеге Алланың хайыры бар. Әрбір нәрседе Аллах тек маған сабақ беріп жатыр деп, әр нәрсені тек сабақ алып ары қарай кете беретін болсаңыз, иә, өзіңізді аямай, одан кейін өзіңіз соймай, ортасын ұстап, кәдімгі бір Аллаға тапсырып өмір сүретін болсаңыз, Аллах тағала сізге разы болады да, сізбен разы болады, и бәрін сізге жасап береді. Қалаған нәрсеңізді береді Аллах тағала деген. Көп жерде адамдар өзінің точка А-сы мен точка Б-сын анықтай алмайды. Яғни өзіңізді зерттеуде бұл точка А және точка Б өте маңызды. Қараңыздар, точка А-ңызды және Б-ңызды анықтау үшін осы өмірден не күтесіз? Жауап берші, осы өмірден жалпы не күтесіз? Қандай болғаныңызды қалайсыз? Не күтесіз? Өмір сізге қалай обращение жасау керек? Өмір сізге не беру керек? Не нәрсе болғанда өзіңізді прям табысты, өте бай сезінесіз? Мысалы, Каспида үнемі 100 000 теңге болса, иә? Сол кезде адамдар өзін бай сезінеді. Немесе қарыздарын толық жауып тастаса өзін бай сезінеді. Осы сұраққа жауап беруіңіз керек. Шынайы только, ешкімге қарамай, дәл өзіңіз ситуацияңыз бойынша. Күн сайын не нәрсеге ашуланасыз? И осы ашуды қалай жеңесіз? Мен сіздерге айтайын, ашуды жеңу үшін, ашу келіп тұрған кезде боқтамай, Аллах маған көмектес, Аллах маған көмектес деп айта беріңіз. Не сізді бақытты етеді? Немесе кім сізді бақытты етеді? Бір күніңіз қалай өтеді? Кәдімгідей прям жазыңызшы. Қаншалықты ол пайдалы өтіп жатыр сізге, сіздің ақыретіңізге? Не сізді қуантады, не сізді ренжітеді, не сіздің көңіліңізді түсіреді? Жалпы ақша деген сіз үшін не ол? Не ол ақша деген? Мысалы, ақша деген біреу үшін бақыт, біреу үшін байлық. Ақша деген тек ол қыздар сіздің қажеттілігіңізді өте алатын құрал болу керек, болды. Көп айтатын сөздеріңіз қандай? Өзіңіз көп ұрсасыз ба? Жалпы қыздар өзіңізді тупой деу, өзіңізге көп ұрсу, ол Аллахқа деген претензия. Яғни Аллахқа айтып жатсыз, неге мені былай жаратасың? Ты что, не мог получше меня создать? Не сен, не мына берген түрің маған? Не мына берген өмірің деп сіз Құдайға претензия айтып жатсыз. Құдайға шағым айтатын адам ешқашанда бақытты болмайды. Бақытты сезіну үшін сізге не керек? И соның список жасап, соны алуға тырысыңыз. Менің характерім, өзіңіз кәдімге описать етіңіз. От души қуана аласыз ба? От души қуана алмасаңыз, оған не кедергі болады? Неге? И ол кедергілерді қалай тастаса болады? Не арқылы тастаса болады? Қандай рөлді ұстанасыз қазір? Бала рөлім ба? Бала рөлі деген ата-анаңызға жаңағы бала болу, иә? Немесе там кішкентай бала сияқты тез ренжіп қаласыз ба? Ол бала рөлі, иә? Ересек позициясын ұстанасыз ба? Немесе әке-шешеңізге мама-папа рөлінде ұстанып жүрсіз ба? Қандай рөлді ұстанып жүрсіз? Біз үнемі ұстану керек рөл, ол оказывается құлдың рөлі екен. Құлдың рөлін ұстансаңыз, Аллахтың алдында өзіңізді құлмын, әлсізбін, Аллах саған мұқтажбын деген сайын, сіздің самооценкаңыз всегда топчик болу керек. Және де мен кіммін? Дәл осы сұраққа дәл қазіргі состоянием жауап бересіз. Например, мен өзімді айтатын болсам, мен кіммін? Мен Айгеріммін, мен невестамын, қазір тұрмыс құрайын деп жатырмын, мен мама-папаның қызымын, мен блогермін, мен ментормын, мен психологпын, діннен сабақ берушімін, курс берушімін, бақытты адаммын, жаңағы бай адаммын деп солай жауап беруіңіз керек. И энергия. Негізі энергияны қайда кетіріп жатырмыз? Күн сайын өзіңізге сұрақ қойыңызшы, не нәрсе кетіріп жатырмын? Не нәрсені жасаған кезде шаршаймын? Вот осы сұраққа жауап беруіңіз керек. Жалпы, в общем, көптеген сөздерде нақтылық жоқ. Сол үшін Аллах тағала жақсы көрмейді ол сөздерді. Ондай жерде нақтылық жоқ. Қарызың қанша деп сұрасаң, ой, көп. Я? Қанша ақша табасың? Ой, білмеймін, болды. Из-за того, что сіздерде қыздар өмірде нақтылық жоқ, сол үшін Аллах тағала керегіңізді бермей жатыр сізге. Қазір қандай екеніңізді білмесеңіз, қайда бара жатқаныңызды, кім болатыныңызды примерно онда түсіне берсеңіз болады, иә? Сіз қандай екеніңізді білсеңіз, қыздар, егер қандайсыз, кімсіз білсеңіз, онда қайда бара жатырсыз,
болашағыңыз примерно қандай болады, кім боласыз, и примерно уже қандай жолды сіз құрастырып жатсыз білесіз. Сондықтан өзіңіз тану қазір өте маңызды. И кейбір нәрсе бар, бізде намеренно, ненамеренно жасаймыз. Намеренно, ненамеренно дегеніміз ол ниетке байланысты бәрі. Мысалы, сіз тәуекелге баруыңыз мүмкін, и ұтылып қалдыңыз, миллион теңге ұтылып қалдыңыз. И любой адамнан сұрасаң, неге ол миллионды ұтылып қалдың десең, айтады, мен жаңағы күмәнмен жасадым оны деп айтады. Көрдіңіз ба? Яғни сіз ниетке кішкентай болсын күмән жіберсеңіз, ұтылып қаласыз көп жерде. И миды босату керек міндетті түрде. Ол үшін күн сайын фрирайтинг жасайсыз. Күн сайын кешке фрирайтинг, күн сайын кешке жазасыз да, мені не мазалайды, не мені қазір бесит прям, что меня раздражает прям, күйеуім раздражает, енем осындай, там анау мынау деген сияқты нәрселердің бәрін жазуыңыз қажет, И күн сайын кешке жазасыз да, сол хатты жыртып тастайсыз. Яғни пока жеңілдемейінше, миды босатпайынша. Просто мы қыздар пока напряженный болып тұрған жағына, негативқа толып тұрған кезде бізге ризық келмейді. Плюс еще біз нишамыз таба алмаймыз. Сол үшін депрессия, апатия, выгорание болып өзіміз таппай әртүрлі курстарға, әртүрлі болмайтын менторларға ұрынып жататын себебіміз сондықтан. Миға конечный цель көрсетуіңіз керек. Миға конечный цель көрсету дегеніміз, мысалы, сіз Lexus NX алғым келеді дейсіз. Миға ол не интересно? Сіз миға айту керексіз. Оны айдаймыз, осында чехол кигіземіз, осы көшелерге барамыз, подругамды алып кетемін. Яғни прям ол машинамен біз не істейміз, не сезінеміз, қандай эмоция сезінеміз ол машина алған кезде. Вот соны айтуыңыз керек, көрсетуіңіз керек миға. Сол кезде ми соған жетпейінше не успокоится бар, кәдімгідей. Любой проблеманың шешімі негізі ол психология, былай ойлап қарасаңыздар, мышлениемен жұмыс жасаш, обиданы жібер деп айтады, травмамен жұмыс жасаса, и сразу жолың ашылады дейді. Шынымен әрекетке көшпестен бұрын просто өзіңіздің ойыңызды осы ситуацияға, осы адамға өзгертіңізші, и сразу же басқа жағынан сізге мүмкіндіктер келе бастайды кәдімгідей. Біз көп жерде фокусты дұрыс қоймаймыз. Мысалы, 80-20 деген Паретто заңдылығы бар ғой, оны қалай түсінсек болады. Мысалы, қараңызшы, сізде қарыз бар делік. И сіз бүкіл 80% фокустың бәрін, 80% уақыт, 80% энергия, 80% күштің бәрін ана қарызға бүйтіп қойып жүрсіз да. И 20% ғана уақытыңызды, 20% энергияны ғана сол басқа бір, сол осы қарызды жабуға қоясыз, көрдіңіз ба? Сол үшін сізге фокусты былай ауыстыру керек. Сіз фокусты жаңағы более 80% уақытыңызды, 80% энергия, күшті ақша табуға, ақшаны қалай дұрыс табуға болады, соған жұмсайсыздар, Қандай сүйікті іспен айналыса аламын, қандай іспен айналыса аламын, қандай іс маған қайырлы деп сондай әрекетке саласыздар. Ал 20%-ын тек жаңағы миллионды жабу деп қойып қоясыздар. Яғни бізде көп жерде, видите, 80% біздің бүкіл фокусымыз тек қарызды ғана ойлай бергендіктен біздің көп жерде банкрот болып жататынымыз, жолымыздың жабылып жататын себеп сондықтан. Бір нәрсемен айналысамыз, соңына дейін апармаймыз. Бір нәрсені бастаймыз, товарға келеміз, өтпейді товар. Себебі біздің бүкіл мына 80% жаңағына неге кету керек қой, сол товарды сатуға, адамдармен араласуға, Инстаграм жүргізуге, оның бәрі тек ана қарыздан қалай құтылсам деген фокуста тұр, көрдіңіздер ма? Сондықтан ол фокусты ауыстыру керек барынша. Миыңызда қандай ақпарат бар, армандар да сондай болады. Яғни өсек болса, ажырасу болса, соған байланысты идеялар, соған байланысты тек мақсаттар ғана ойлап тауып береді сіздің миыңыз деген. Сондықтан көздің ақысын береміз. Көздің ақысы деген тек жақсы нәрсені көрсетеміз, жақсы нәрсе естіртеміз, құлаққа. Сондықтан көзіңізге әдемілікті, эстетиканы, қалайтын нәрсеңізді үнемі жиі көрсетіңіз. Сол кезде ол миға қарай жібереді, и ми сізге соған жетудің жаңағы амалдарын, инструкциясын ойлап тауып береді екен. Каждый раз өзіңізге сыйлық жасасаңыз, ми соны қайталағысы келеді. Сондықтан өзіңізді баловать етуді ұмытпаңыз. Ми үнемі сізге екі шешім береді. Ол либо сылтау, либо шешім. Сылтау тауып беру, ол жалқаулыққа алып келеді, и өміріңіздің түк өзгермейтініне алып келеді. Шешім қабылдайтын болсаңыз, сіз жетістікке жетесіз, нәтижеге жетесіз. Сондықтан үнемі ойланып жүріңіз, менің қазір жасап жатқаным ол сылтау ма, шешім ба деп. Сол кезде ғана барлығы сізге түсінікті болады. Қандай болсын адамға өзгеріс керек. Енді ойлаңызшы, өзгеріс маған не үшін керек? Не істесіз өзгеріс? Не береді ол сізге? Нені өзгертеді өміріңізде? Нені өзгерткіңіз келеді? Соған жауап беріңіз. Және де осы өзгеріс үшін не нәрсеге дайынсыз? Қандай күнәлардан бас тартуға, не нәрседен бас тартуға дайынсыз? Қандай харам істі қоюға дайынсыз? Адам өз ісіне сенсе, өзінің дұрыс жасап жатқанына сенсе, өзінің ісі дұрыс екеніне, кәдімгідей сенетін болсаңыз, Аллах тағала соған сізге жәрдемдеседі екен, көмектеседі екен. Егер сіз өзіңізді чмо сынайтын болсаңыз, самооценкаңыз түссе, қолынан түк келмейді десеңіз,
Аллах тағала соған да сізге көмектеседі. Яғни қалай ойлайсыз, не нәрсеге сенесіз, ол негатив болсын, позитив болсын, жақсылық болсын, жамандық болсын, Аллах тағала сол нәрсе сізге көмектеседі. Потому что опять же оның бәрі ниет өзіңізге байланысты, көрдіңіз ба? Аллах тағала адам баласына өте үлкен еркіндік беріп қойған, таңдау еркіндігін, сила воля беріп қойған. Даже періштелерде ондай құрмет жоқ, періштелерде ондай сила воля жоқ, бізге беріп қойған да. Сонда оны көрдіңіздер ма? Қанша рет өзгеремін деп өзіңізге уәде бердіңіз, қанша рет уже өзгермей оны бүйтіп қойып атсыз, шетке деген. Просто ойлаңыз, каждый раз өзіңізге уәде бересіз, өзгермейсіз. Каждый раз өзіңізге арықтаймын деп уәде бересіз, әлі өзгермейсіз да, әлі арықтаған жоқсыз. Сіздің миыңыз, мынау жалпы организм, уже айтады, қойшы айналайын дейді да, бітті уже. Уже сізге сенбейді да, уже сіздің миыңыз, көрдіңіз ба? Сол үшін сізге идея туып бермейді уже ми деген, потому что шаршап кеткен ол сізден. Не кедергі сізге өзгеруіңізге, жалпы не кедергі алып тастаңыз, сол кедергі негізі ол өте оп-оңай оны алып тастау. Кішкентай күнәлар ғой негізі бізде үлкен негізі ең үлкен кедергі ол біздің кішкентай күн сайын жасайтын күнәларымыз. Содан бас тартсаңыз бітті, ризық сразу келе бастайды сізге. Жүректе не бар, түп санада не бар, ойланыңызшы. Не нәрсе сіздің жүрегіңізде бар? Не бар сіздің түп санаңызда? Вот сол нәрсе сізді ұстап тұр өзгеруге, дамуға. Сондықтан босатыңыз, жазып шығыңыз да босатыңыз. Бұл менікі емес деген сияқты. Өзіңізді жақсы көру, қабылдау өте маңызды, себебі ол Аллах тағала да сізді жақсы көріп қабылдайды, Және де өзіңізді жақсы көріп қабылдау, ол ата-анаға да байланысты. Себебі біз ата-анадан 50/50 қабылдаймыз, олардың характерін, олардың түрін, Потому что біздің ата-анамыз бізді зачать еткен кезде 50% сперматозоид, 50% яйцеклеткадан жасаламыз. Сондықтан қыздар, көрдіңіз, біз ата-анамыздың қосындысымыз. Хочешь, не хочешь, қаншақты ата-анаңыз жақсы көрмеңіз, қабылдаңыз, біз 50/50 ата-анамыздан тұрамыз. Олардың характерінен, олардың жаман жақтарынан, жақсы жақтарынан және түрінен. Сондықтан ата-ананы қабылдау өте маңызды. Және де мен сіздерге үнемі айтатыным, мышление ол заразный, ортаны біз дұрыстауымыз керек. Орта, қараңыздар, орта деген кезде қыздар кіммен араласасыз, кіммен көп араласасыз, кімді көресіз инстаграмда, кімге подписанысыз, үнемі кімді қарайсыз, соны прям зерттеңізші, саралаңызшы. Себебі кімді қарайсыз, кіммен араласасыз, осы сіздің болашақ өміріңіз бітті. Сіз де сондай боласыз деген сөз. Сондықтан тек успешный адамдарды, тек имани адамдарды, яғни болашақта қандай болғыңыз келеді, сондай адамдарды қараңыз. Иманда болғыңыз келе ма, имани адамдарды қараңыз. Бай болғыңыз келе ма, бай адамдарды қараңыз. Сол сияқты ол өте оп-оңай. Әдемі болғыңыз келе ма, әдемі қыздарды қараңыздар. Онда соның бәрін көз көріп отырып, ми соны сізге проработка жасап, давай вот так вот сделаем, чтобы бай болсын, давай вот так вот сделаем, чтобы бақытты болсын дейді да, сізге күшті бәрін жасап беріп отырады. Түсінікті ғой? Осы жерде тапсырмалардың бәрін уже беріп тастадым. Міндетті түрде орындауға тырысыңыздар, сұраққа только шын жауап беріңіздер. Жалпы қандай болсын курста тапсырманы жасаған кезде тыныш жерге барыңыз, мына көзіңіз әдемілікті, яғни өзіңіздің жан-жағыңызды әдемілікпен қоршап тастап, сөйтіп жасаңыздар. Сол кезде күшті идеялар келеді, сізге еще күшті жауаптар келетін болады. Хорошо? Сау болыңыздар.